Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен мәлімет арнасы. Бүгін біз айран өнімінің қандай пайдасы бар, организмге қалай әсер етеді және де біз білмейтін пайдалар туралы сөз ететін боламыз. Каналға жазылып, лайк басып, қолдап қойсаңыздар қуанышты боламыз. Ал кеттік, біз бастаймыз. Күнделікті өмірде әр қазақтың дастарханынан табылуға тиіс болған бұл өнімнің жалпы пайдасы өте көп. Көптеген салада дәрі ретінде қолданылатын айранның пайдалары ұшан теңіз деуге де болады. Сүт және айран темекінің жалпы зиянды әсерлерін және де С дәрумені жетіспеушілігін жоятын ең маңызды тағам. Жүрек, кәрілік, холестерин және де катаракта аурулары үшін өте жақсы дәрі. Айранның суы да өте құнарлы, асқазанға ешқандай салмақ түсірмейтін пайдалы болып келеді. Созылмалы диарея, дизентерия, жеделдену, астың қорытылмауы салдарынан болатын ауыз иісі, іш қату және де асқазан қанаулары секілді ауруларға қарсы емдік қасиеті бар. Айрандағы қандай ауруларға ем екенін айтып өтетін болсақ, ас қорыту жүйесін реттеп қалпына келтіреді. Жара және күйіктерді емдей алатын қасиеті бар. Көз үшін, яғни көру қабілеті үшін А витамині оның таптырмас витаминдердің бірі болып табылады. Жетілу, яғни жетілдіру үшін Е витамині бар. Антибиотиктердің қосалқы әсерлерін жоя алатын қабілеті бар. Жүйке және жүрек үшін қажетті В1 витамині оның құрамында. Іш өту және де ішек ауруларын емдей алады. Терінің жақсаруы үшін В2 витамині құрамында ақуыз адамдардың күшін арттырады. Сүйектің жетілуі үшін Д витамині бар. Ішек уландыруларынан сақтай алады. Ішектердің жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз етіп қалпына келтіреді. Ауруларға қарсы емдік қасиеті бар минерал ретінде кальций құрамында өте мол. Ал кальцийдің адам өмірінде пайдасы зор екенін барлығымыз білеміз. Және де адам иммунитетін жоғары деңгейге көтеріп, аурулардан сақтай алатын қабілеті бар. Күнделікті айран өнімін тұтыну сізді жоғарыда айтылған аурулардан аман сақтай алады, иммунитетіңізді жоғары деңгейде ұстайды. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Видео ұнаған болатын болса, лайк басып қолдап қойыңыз. Біздің арнаға жазылып, қоңырашаны басып қоятын болсаңыз, келесіде жаңа видеоларды, қызықты деректерді бірден көретін боласыз.